Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз саңырауқұлаққа қарсы дәрілерді талқылайтын боламыз. Сіздермен бірге доктор Усабаев. Видео басталмай тұрып каналыма тіркеліп, қазақша медициналық контентті қолдап кетіңіздер. Достар, біз әдеттегідей нормалық білімді бір қайталаймыз. Саңырауқұлақтың жасушасының құрылымын қарайтын боламыз. Енді сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын. Қазір қарапайым тілде түсіндіруге тырысамын. Енді саңырауқұлақтардың ішінде мынандай қабаттардан тұрады. Жалпы олардың қабатында 4 қабат бар. Қазір мынау бізде ең бірінші белок қабаты. Мынау бізде белок. Екінші бізде бар бета-глюкагон деген осындай бір өзінің құрылымы бар, ерекше құрылым. Саңырауқұлақты жасап беретін негізгі осы бета-глюкагон. Осындай міне моншақ тәрізділерден тұрады. Қазір бета-глюкагонның қызметін түсінесіздер, не айтып жатқанымды. Жалпы қазір бір қайталап суреттерін салып жіберейін. Вот мынау бізде бета-глюкагон деп аталады. Бета-глюкагон. Енді бізде бар хитин деген қабаты бар. Хитин. Мынау бізде хитин. Енді бета-глюкагонның қызметі мынандай. Оның қызметі мына белоктық қабат пен хитиндік қабатты бір-бірімен байланыстырып беру. Егер мынау үзілетін болса, саңырауқұлақ өледі. Осы бета-глюкагон. Осыған әсер ететін препараттарда бар. Хитин, сосын барата мембрана бар. Жалпы мембрананы бұл жерге қара түспен істейік. Кәдімгі фосфолипидтерден тұратын мембрана. Тура адамдыкіндей. Осындай мембраналардан тұрады екен. Енді тура осы мембрананың арасында бета-глюкагон синтаза деген фермент бар. Тура осы жерде. Көкпен сызайын қазір. Бета-глюкагон синтаза. Тура мембрананың ортасында болады. Бета-глюкагон синтаза. Жалпы бета-глюкагон синтаза ол осындай моншақ тәрізді бета-глюкагонның құрылымдарын өндіріп отырады. Осы әсерді өндіріп отырады. Оның қызметі белоктық қабат пен хитиндік қабатты, мембраналық қабатты бір-бірімен ұстап тұру. Көрдіңіздер, бәрі маңызды. Мына жерде белок, мына жерде бета-глюкагон, хитин, мына жерде мембрана. Мынау бізде мембрана деп аталады. Достар, енді осының үшеуіне ғана әсер ететін препараттар бар. Белокқа әсер ететін препараттар пока что жоқ, хитинға да жоқ. Енді бізде только звено ол фермент, сосын бета-глюкагон болып есептенеді. Сосын мына жердегі мембраналық қабаттың өзі. Ал енді қараңыздар, мына фосфолипидтік қабат деп айттық қой. Фосфолипидтік қабат ол барлық ағзаларда бар. Енді фосфолипид түзілу үшін бізге ацетил-коа керек болады. Ацетил-коа өте маңызды құрылымдардың бірі. Ацетил-коа, жалпы ацетил-коа адамдарда биохимияда Кребс циклдан пайда болып отырады. Көмірсудан пайда болып отырады екен. Сосын ацетил-коа ары қарай холестерин түзуге көмектеседі, фосфолипид түзуге көмектеседі, энергия түзуге көмектеседі. Ал фосфолипид, ол именно фосфолипидтік қабат майдан тұратындықтан тоже ацетил-коа керек болады екен. Енді ацетил-коа ары қарай сквалинге айналады. Сквалинге айналады. Сквалинге айналу үшін сквален эпоксидаза деген фермент керек болады. Сквален эпоксидаза.
сквален эпоксидаза деген фермент осы ацетил-коғадан скваленді жасап береді екен. Сосын сквален ары қарай ол сквален эпоксид дегенге айналады. Сквален эпоксид. Сквален эпоксид ланастеролға айналады. Ланастерол. Ланастеролға айналғаннан кейін осы ланастерол ары қарай деметил ланастеролға айналады. Деметил ланастерол. Деметил ланастеролға айналғаннан кейін ол ары қарай эргостеролға айналады. Эргостерол. Стерол. Міне, осы эргостерол жасушалық қабатты түзіп береді. Жасушалық қабатты мембраналық қабатты түзетін осы эргостерол. Енді біз бұның бәрін күштеп оқып алсақ, қазір препараттардың бәрі жаттауға оңай болады. Енді бір ферментті ұмытып кетіппін. Деметил ланастеролды ары қарай осы эргостеролға айналдыратын фермент бар. Оның аталынады 14 альфа деметилаза. 14 альфа деметилаза. 14 альфа деметилаза. Достар, осындай схемалардан соңында эргостерол пайда болады. Эргостерол ол осы жасушалық мембраналық қабатты түзетті. Ары қарай ол бета-глюкагон синтаза өндіріп отырады. Бета-глюкагон синтаза осы мембраналық қабатта орналасқан. Ал мембраналық қабат дұрыс болмаса, мына бета-глюкагон синтаза деген фермент дұрыс жұмыс жасамайды. Ол дұрыс жұмыс жасамаса, бета-глюкагон өндірілмейді. Бета-глюкагон өндірілмесе, болды, жасуша, осы саңырауқұлақтың жасушасы өледі. Өйткені бета-глюкагон ең мықты осылай белокпен хитин ұстап тұрған осы бета-глюкагон осылай. Сол үшін бета-глюкагон өте маңызды. Достар, енді біз препараттарды талқылай берсек болады. Ең бірінші фармакологиялық группа ол полиендер деп аталады. Қазір мен сіздерге осындай фармакологиялық группаларын ғана айтамын. Келесіде мен сіздерге бүткіл препараттардың аттарын айтып беретін боламын. Сол кезде сіздерге түсінікті болады. Ең бірінші полиендер. Енді полиендер дегеніміз олар мынау жасушалық мембрананың арасындағы фораларға әсер етеді. Осындай форалар бар. Бұлардың қызметі өткізгіштік жүйені қамтамасыз ету. Ол өткізгіштік жүйе дегеніміз калий, магний сияқты микроэлементтерді өткізіп беру. Егер калий, магний сияқты микроэлементтердің өткізгіштігі осы жасушалық мембранада жойылатын болса, саңырауқұлақ өліп қалады. Өйткені калий, магний ол энергия алмасуға энергия береді. Осы энергия жасушалық мембраналарға. Ал полиендер осы жолды тежеп тастайды. Өткізгіштік жолды тежеп тастайды. Сол кезде калий, магний сияқты микроэлементтер өтпейді. Осындай қызметі бар. Келесі топ препараттары бізде аталынады эхинокандиндер деп. Эхинокандиндер. Бұл эхинокандиндердің қызметі, фармакологиялық әсері ол осы бета-глюкагон синтазаны тежеп тастау. Бета-глюкагон синтаза тежелетін болса, олар бета-глюкагон өндірмейді. Бета-глюкагон өндірмесе, осы жақтағы биолог хитин екеуі түсіп қалады. Бір-бірімен ажырап қалады. Сол кезде саңырауқұлақ өліп қалады. Ал эхинокандиндер осы бета-глюкагон синтазаны тежеп тастайды. Көрдіңіздер ғой? Ең мықты әсері осы. Бета-глюкагон синтазаны тежеп тастасақ, бізде бета-глюкагон өндірілмейді. Келесі топ препараттары азолдар деп аталады. Азолдар. Бұны
көкпен жазайын, өйткені қара түс бітіп қалды да менде, қара маркер. Азолдар. Енді бұл препараттарды естіген шығарсыздар. Ең көп қолданысты осы азолдар. Флюконазол деген сияқты, соңы олмен бітетін препараттар ғой. Азолдар, олар 14 альфа диметилаза деген ферментті тежеп тастайды. 14 альфа диметилазаны азолдар тежеп тастайды. Осы кезде, тежеп тастаған кезде эргостерол бөлінбейді. Эргостерол бөлінбесе, мына домалақ екі сызық фосфолипидтер бар ғой, нестемейді, бір-бірімен жабыспайды. Олар өліп қалады. Олар эргостеролсыз түзілмейтін олар фосфолипидтер. Фосфолипидті қабат бар ғой. Сосын не болады? Бета-глюкагон синтазы жұмыс жасамайды бұл жерде. Бета-глюкагон синтазы жұмыс жасауы үшін ең бірінші фосфолипидті қабат дұрыс болу керек. Ал азолдар фосфолипидті қабатты өлтіріп тастайды. Осы кезде саңырауқұлақ өліп қалады. Келесі топ препараттары морфалиндер деп аталады. Морфалин. Морфалиндердің жалпы қызметі, бұны қайда жазсам болады қазір. Морфалин. Мұнда жазылайын. Морфалиндер. Бұл морфалиндердің қызметі, мына жер тежеп тастау. Тоз диметил ланастеролдан эргостеролды түзілткізбейді. Эргостеролды тежеп тастайды тоз. Бірақ ол 14 альфа диметилазаға әсер етпейді. Ол именно диметил ланастеролға әсер етеді. Диметил ланастерол тежеп тастайды. Диметил ланастерол. Осылай қысқартып жазсам достар. Келесі топ препараттары аталынады аллил аминдер деп аталады. Аллил аминдер. Аллил аминдер. Бұл аллил аминдер, кешірім сұрайым, тілім келмей қалды ғой. Бұл аллил аминдердің қызметі сквален эпоксидаза деген ферментті тежеп тастау. Сквален эпоксидаза деген ферментті тежеп тастайды. Бұл ферментті тежеп тастаса, ацетил-коа сквалинге айналмайды. Көрдіңіздер ғой, ары қарай бұл механизмнің бәрі тоқтап қалады. Осы кезде не болады? Фосфолипидті қабат түзілмейді. Аллил аминдер сквален эпоксидазаны тежеп тастайды. Көрдіңіздер ғой. Осындай 4 топты талдадық қой де. Қазір бір қайталап жіберейін. Азолдар, полииндер, сосын эхинокандиндер, аллил аминдер, морфалиндер. Осындай препараттар талқыладық. Қазір бір қайталап өтейін. Азолдар 14 альфа диметилазаны тежеп тастайды. Полииндер өткізгіштік жүйедегі калий магнийді тежеп тастайды. Сосын морфалиндер диметил ланастеролды тежеп тастайды. Аллил аминдер сквален эпоксидаза деген ферментті тежеп тастайды. Ал эхинокандиндер бета-глюкагон синтазаға тура әсер ететін препараттар болып саналады екен. Достар, енді келесі бөлімде мен сіздерге әрбір препаратқа жеке-жеке тоқталып өтеміз. Назарларыңызға көп рахмет.